Қане, берілген жазуды оқиық. 4 қосу x тең 10. Бұл теңдеу. Теңдеу құрамында белгісіз саны бар теңдік. Теңдеуде белгісіз сан x әріпімен белгіленеді. Тек қана x әріпі ғана емес, теңдеуде y, a, b, c, d және тағы басқа латын әліпбиінің басқа да әріптері қолданылады. Теңдеуді қалай шешуге болады? Белгісіз санды қалай табамыз? Ол үшін қосу және азайту амалдарының компоненттерін еске түсіреміз. Қосу амалында қосылғыш, қосындының мәні. Азайту амалында азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Бұл кестеде бос ұяшықтар бар екенін байқадың ба? Бұл белгісіз сандар ұяшықтары. Белгілі сандар арқылы белгісіз сандарды табуға болады. Теңдеу құрастырайық. 4 қосу x тең 10. Қосылғыштың мәнін табу керек. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындыдан белгілі қосылғышты азайтамыз. 10-нан 4-ті азайтамыз. Тең 6. X-тің мәнін теңдеудің түбірі деп атайды. Демек, бұл теңдеудің түбірі 6 саны болады. Қане тексерейік. Теңдеуді дұрыс шештік пе? Астын сызамыз және жазамыз. Ең жоғарғы жолға қараймыз. X-тің орнына 6 санын қойып, көшіріп жазамыз. Теңдіктің екі жағын салыстырамыз. 4 қосу 6 тең 10. 10 тең 10. Демек, теңдеуді дұрыс шығардық.